3 жылдан кейін айына қанша табыс тапқыңыз келеді? Шынымен ойланып, жазбаша түрде осы сұраққа жауап беріп көріңіз. Адамдардың екі түрі бар. Олар алдарына мақсат қойып, соған ұмтылғанда өздерін әртүрлі ұстайды. Бірінші топтың адамдары өз жалақыларына, қазіргі кездегі қабілеттеріне, олардың жүзеге асуына қарайды. Өзінің мүмкіндіктерін бүгінгі күнгі жағдайға қарай бағалайды. Олар өздері көтерілуі тиіс жоғарыға қарап, еңселері түседі. Оларға бұл мүмкін емес тәрізді көрінеді. Бұлай сәтсіз адамдар жасайды. Бұлай арманы жоқ адамдар жасайды. Екінші түрге жататын адамдар мақсатты, тәжірибелі адамдар. Егер біріншілер қазіргі кездегі өзіне, өз жағдайына қараса, екіншілер табысқа жеткен, өздері болғысы келген деңгейге жеткен адамға қарайды. Табысқа жеткен адамның мүмкіндігі көбірек, жұмыс бойынша таныстары мен әріптестері көп, өзіне сенімділігі жоғары. Сондықтан ол жаңадан бастаған адамнан гөрі жақсырақ нәтижеге қол жеткізеді. Тәжірибелі адамдар өз күшіне сенетін, жақсы нәтижеге және табандылыққа сенетін адамдармен араласады. Бірінші нұсқада адамдар, ойбай, мен мұған қалай жетемін, деп ойлайды. Ал екіншілері табысқа жеткен адамдарға қарап өздерін солардың қатарында сезінеді. Себебі көтерілгеннен төмен түскен әрқашан оңай. Солай олар сенімділікке ие болады. Адам алдына қараған кезде көзіне көрінетін барлық затты көреді. Егер сіз далаға шығып, көп қабатты үй көрсеңіз, ол үйдің артындағыны жасырып тұрған кедергі болады. Тіпті бір ағаш немесе автомобиль сіздің мақсатыңызды көлегейлеп тұрған кедергі болады. Ал егер сіз 20-шы қабатқа көтерілсеңіз, сіздің көру мүмкіндігіңіз артады ма? Ал егер ұшақпен көтерілсеңізше? Нәтижені есіңізде сақтаңыз. Тұлғаның даму деңгейін, оның қойылған мақсатына жету мүмкіндігі анықтайды. Надан адамдар үшін кішкентай мақсаттың өзі мүмкін емес болып көрінуі мүмкін. Ал үлкен мақсатты олар көрмейді де. Білім сіздің көру қабілетіңізді арттырады. Мүмкіндігіңізді арттырады. Сіздің мақсатыңыздың деңгейін арттырады. Сіз жоғарыдан қарағаныңызда, сіз кез келген кедергіні көріп, одан өтудің жолдарын іздейсіз. Сізге бағытталып, бағалау оңай болады. Егер адамның мақсаты кішкентай болса, кез келген кедергі оның мақсатындағы жолды бөгеуі мүмкін. Сол кезде оған жету мүмкін емес сияқты көрінеді. Бұл адам өз мақсатын көрмейді, себебі кедергі оны жауып қалады. Себебі мақсат өте кішкентай. Осыдан келе, 3 жылдан кейін алғыңыз келетін санды айтыңыз. Оны 2-ге көбейтейік. Сізге бұл өте көп сияқты көрінуі мүмкін, бірақ солай жасауымыз керек. Мақсат үлкен кезде не болатынын білесіз бе? Сіз өз мақсатыңызды кедергіге қарамастан көре аласыз. Енді сіз мақсатыңызды да, кедергіңізді де көре аласыз. Егер сіз өзіңізге, өз күшіңізге сенсеңіз, мақсатыңыз шынайылыққа айналады. Суретке назар аударыңыз. Не істеу керек? Табыс басыңызға, ал сәтсіздік жүрегіңізге тиеді. А. Өзіңізге сенімді болу. Б. Түлкі болмау. С. Өзіңізді арыстандармен қоршау. Өзіңе сенімді болу. Бүгінгі күні кәсіпқой, дарынды, ақылды болу аздық ететіндігіне келісетін шығарсыз. Бұларды өмірде қолдана білу қажет. Ал ол үшін өзіңізге деген сенімді қалыптастыру керек. Өзіңізбен жұмыс істеуіңіз керек. Өз даму деңгейіңізді дамытуға тырысу керек. Ол туралы күнде ойлануға тырысыңыз. Егер сіз өз жұмысыңызды жақсы орындасаңыз, жақсы оқысаңыз, көп оқысаңыз, бірақ өзіңізге сенімді болмасаңыз, сіздің барлық жағымды жақтарыңыз бәрібір де жеткіліксіз болады. Себебі адамдар сіздің жағдайыңызды сезеді. Өзіңе деген сенімділік өз қабілетіңізді жүзеге асыруға көмектеседі. Егер сіз бірдеңені жасауға шешім қабылдасаңыз, күмәнданбаңыз. Сенімді түрде жасаңыз. Себебі өмір күштілер мен өзіне сенімді жандарды жақсы көреді. Байқап көріңіз, жасаңыз. Тек қол қусырып отырмаңыз.
Сіз біраз ақша жоғалтсаңыз не болады? Сіз оның есесіне теңдесі жоқ тәжірибе жинадыңыз. Сонымен қатар, сіз енді жүрмеуге тиіс 500 жолды білесіз. Біздің жасағандарымыздың барлығы, біздің жетістіктеріміз бен қателіктеріміз, бізді алға жетелейтін тәжірибе. Б. Түлкі болмау. Сіз білуге тиіс бірнеше заттары бар. Егер сіз өз даму деңгейіңізді жоғарылатпасаңыз, сізге бай болу қиынға соғады. Белгілі жағдайлар нәтижесінде уақытша бай болуға болады. Алайда, уақыт өте келе барлығынан айырылуыңыз мүмкін. Оны сақтап қалу үшін сізге жан-жақты білім керек. Түлкіден қандай қабілет немесе ерекшеліктер көруге болады? Ол текке қулықтың, жағымпаздықтың және айлакерліктің бейнесін көрсетпейді ғой. Дәл осындай мінезге ие адамдар да бар. Қарапайым жағдайда олар мейірімді болып көрінеді. Ал оларды ренжітсе, 40 жылғы реніштерін есіне алып, ашуланады. Жеке өмірде олар ғашықтықты сипаттап, махаббаттан басын жоғалтқан адамдарды келтіреді. Уайымдап жүргенде кейіп танытады. Ал шын мәнінде олар тек Ромеоның рөлін сомдап жүр. Егер ондай адамдар жетістікке жетсе, өзінше болып, айналасындағыларды елемей кетеді. Ал егер оның жағдайы нашар болса, керісінше, ол мейірім мен түсіністіктің нышаны болады. Оған жақындарының немесе таныстарының сәтсіздіктері туралы айтса, ол табалап, мен оған осылай болатынын айтқанмын деп шығады. Сіздің шаруаңыз жақсы жүріп жатқан кезде, сіздің кейбір туыстарыңыз жарайсың, сенің жақсы екеніңді білгенмін, сен қабілетті жігітсің деп айтады. Ал егер сүрініп кетсең, сен қабілетсізсің, жеңіл ойлайсың. Сондықтан сенің қолыңнан ештеңе келмейді дейді. Міне осындайлар дәл осы түрге жатады. Ондай адамға сіз бөтен адамның жетістігі туралы айтсаңыз, ол көңілсіз болады. Ал сәтсіздігін айтсаңыз, қуанады. Одан да табысты адамдар бар екендігін білген оған ұнамайды. Нұрбеков былай деген: егер сіз өлмейтін адам болсаңыз, сізді бәрібір ұстап өлтіріп, өздері өлмейтін адам болу үшін жасушаларыңызды зертханада зерттейді. Сондықтан ешқашан түлкі болмаңыз. Өз мәселеңізді шешу үшін біреуді мақтамаңыз. Ол сізге көмектескен, көмектеспегеніне қарамастан шын жүректен шындықты айтыңыз. Қулыққа салмаңыз және алдамаңыз. Егер сіз өзіңізден түлкінің кішкене де болса мінезін байқасаңыз, одан құтылыңыз. Ол арамшөп сияқты, барлық шынайылығыңызды құртады. Егер сіздің үйіңізде бөлме өсімдіктері болса, және олар сарғайып, солып қалса, сіз не істейсіз? Сіз ол гүлдер әдемі болу үшін бояумен бояп қоясыз ба? Әлде оларға су құйып қарайсыз ба? Әрине, су құйып қарау керек. Сондықтан түлкінің қылықтарын дамытудың қажеті жоқ. Одан да олардан біртіндеп құтылыңыз. С. Өзіңізді арыстандармен қоршау. Бұл дегеніміз, өзіңізді күшті, мақсатына берік, табысты адамдармен қоршау. Себебі, олар өздерінің табысымен, өздерінің үлгісімен сіздерге жағымды жақтарын береді. Ғалымдар мынандай тәжірибе жүргізді. Екі тышқанды әртүрлі торға отырғызды. Біреуіне қолайлы өмір туғызды. Оны тамақтандырып, жинап, су беріп қарады. Ал екінші тышқан өзіне тамақты өзі табу тиіс болды. Жүзгіннен кейін миларының жасушасын тексерді. Екіншісінің даму деңгейі біріншісінікіне қарағанда 150 есе артық болып шықты. Содан соң олардың орындарын ауыстырып, дәл сондай уақыттан кейін тағы да тексерді. Ал енді екінші тышқанның даму деңгейі жоғары болды. Ал біріншінікі бұрынғы қалпына қайта түсті. Қорытынды: ұмтылатын ештеңе болмаса, даму да тоқтап қалады. Сондықтан да, егер сіз өзіңіз мазасыз, сәтсіз адамдармен аралассаңыз, біраз уақыттан кейін өзіңізде сондай болып кетесіз. Ал егер сіздің айналаңызда күшті, мақсатты, өзіне сенімді, табысты адамдар болса, сіздің де сондай болуға мүмкіндігіңіз зор. Үшінші, өзіндік шектеулерді алып тастау. А. Баяулау, 72 сағат қағидасы. Б. Кінәлау. С. Ақталу.
Өзіндік тежеулер бірнеше түрге бөлінеді. А. Баяулау 72 сағат қағидасы. Барлық адамдар арасында 2% ғана өз арманына жетеді. Неге екенін білесіз бе? Біздің миымызда ақпаратты сақтайтын бірнеше қабат бар. Біріншісі, ең жоғарғы қабат. Жедел есте сақтау. Онда сіз әлі ойланып үлгермеген ең жаңа ақпараттар түседі. Бұл ақпаратты кейде адамдар интуитивті түрде қолданады. Бұл сіздің бір адам туралы ойлап, сол адам сізге бірнеше минуттардан соң қоңырау шалуы сияқты құбылыс. Немесе, сіз бір идеяны ойлауыңыз сияқты. Алғашқы 3 тәулікте сіз оны жүзеге асыра аламын деп ойладыңыз. 3 тәуліктен соң 72 сағат белсенділігі төмендей бастайды. Себебі, идеяны туғызған ақпарат екінші қабатқа өтеді. Бірінші қабатта сіз күнделікті қолданатын ақпараттар сақталады, ал екінші қабатта сирек қолданатын ақпараттар сақталады. Мысалы, сіз бір апта бұрын достарыңызбен теңізде демалдыңыз. Онда сізбен бірге кейін есіңізге алмаған жігіт демалды. Ал қажет кезінде есіңізге түсіргіңіз келген сәтте оның атын досыңыздан сұрай бастайсыз. Тіпті оның келбетін қиындықпен есіңізге түсіресіз. Содан соң келесідей жағдай болады. Біраз уақыттан соң, егер сіз ол ақпаратты қолданбасаңыз, ол үшінші қабатқа өтеді. Бұл ұзақ мерзімді есте сақтау. Бұл қабаттағы ақпаратты сіз өте сирек қолданасыз. Онда ол жылдар бойы сақталады. Мысалы, сіз бірдеңе істегіңіз келіп, өзіңізге, мен мұны әйтеуір бір күні жасаймын дейсіз. Уақыт өте келе бұл ақпарат түсіп, келесі қабатқа өтеді. Және сіз ол туралы мүлдем ойламайсыз. Бірақ біреу сіздің ойыңызды жүзеге асырғандығын естісеңіз, міндетті түрде, мен де соны істегім келіп еді ғой деп есіңізге түсіресіз. Немесе сіз бір анекдот естіп, оны ешкімге айтпадыңыз, және біртіндеп ұмытып қалдыңыз. 2-3 жыл өтті, және кенеттен достарыңыздың үйінде біреу сол анекдотты айта бастайды. Сіз дереу есіңізге түсіресіз. Содан соң ақпарат келесі деңгейге өтеді. Және енді сіздің істегіңіз келген зат сіздің түсіңізге кіреді. Себебі, шынайы өмірде сіз оны жасамадыңыз. Мұндай жағдай орын алмауы үшін, әрбір 72 сағат сайын өз жоспарларыңызды, идеяларыңызды есіңізге алып, ойлағаныңызды жүзеге асыра бастаңыз. Қағида сізбен өмір бойы бірге болуы тиіс. Сонда сіздің армандарыңыз орындала бастайды. Себебі, ақпарат сіздің миыңыздың бірінші қабатында болады. Бұл орайда сізге 7-ші сезіміңіз, дұрыс жағдайларды қалыптастыру, және 6-шы сезіміңіз, мұны істеуге сізге көмектесетін адамдарды тарту және интуитивті таңдау. Сіздің есте сақтау қабілетіңіздің алғашқы қабаты, тіпті адам миының өзі, радиостанция секілді, ойлау толқындарын қабылдап, таратады. Мысалы, сізде осындай жағдайлар болған шығар. Сіз бір досыңыз туралы ойлайсыз, және сол досыңыз сіздің ойыңызды оқығандай сізге телефон соғады. Сондықтан, ойлаған затыңызды қиындықтарға қарамастан жүзеге асыруға тырысыңыз. Осыған кез келген жағдайдың табысы тәуелді. Өз ойыңызды кездескен кедергілерге бола тоқтатпаңыз. Тағы да қайталаймын. Оңай қол жеткізілген зат қымбат бағаланбайды. Нақты нәтижені жоспарлаңыз да өз мақсатыңызға беттеңіз. Себебі, өз мақсатына көптеген мәселелерге қарамастан, өз арманына ұмтылып, соған жұмыс істеген адам ғана жетеді. Сіздерге есте сақтау деп аталатын дискті міндетті түрде алу қажет. Сіз өз есте сақтау қабілетіңіздің барлық қабаттарын дұрыс қолдануды, қажеттіні есте сақтауды, және қажет уақытта ақпаратты шығара білуді үйренесіз. Себебі, кез келген уақытта қажет болып қалатын заттардың ешқайсысын ұмытып қалмау, және есте сақтау қабілетіңізді дұрыс ұйымдастыра білу өте маңызды қабілет. Тренингтерімде мен кейде 4-ші сыныпта естіген мысалдарды, немесе ұстазымның 10 жыл бұрын айтқандарын мысал ретінде келтіремін. Бұл менде есте сақтаудың осы механизмі жұмыс істегеннің арқасында. Сондықтан, мен үйде дайындалмаймын. Мен сахнаға шығып, айта беремін. Егер сіз қатты дайындалып, барлығын жаттап, тотығыз тәрізді мүдірмей айтып шықсаңыз, сіз ештеңе айтпағандай боласыз. Неліктен көптеген сатушылар, агенттер кәсіби түрде сөйлесе де, олардан ешкім ештеңе алмайды? Себебі олардың 90% ғана сөз, тек 10% ғана сезім.
Ал бұл керісінше болуы тиіс. Ең бастысы шынайы сезіміңіз 90%, ал құр сөз 10% ғана болуы тиіс. Мен тренингтер жүргізгенде шын көңіліммен сөйлеуге тырысамын. Шынайы болу өте маңызды. Себебі адамдар сіздің эмоционалды жағдайыңызды сезеді. Оқытудың ең жақсы формасы 98% жеке үлгіде, 2% ғана түсіндірме болуы тиіс. Миды әрқашан шыңдап, ойлау қабілетін, есте сақтауды, интуицияны дамытатын жаттығулар жасап тұру керек. Міндетті түрде өзіңізді сенімділік, еркіндік, өзіңізге деген құрмет сезімдерін дамытып отырыңыз. Күнделікті оқып, жаттығыңыз. Біздің тәжірибеге сүйенсек, 17 теріс жауапқа бір ғана жағымды жауап келеді екен. Және тағы бір мысал. 11 жағымсыз тәжірибеге ми тек бір жағымды жағдайды еске түсіреді. Бұл таңғаларлық құбылыс. Бұл мидың барлық қабаттарын қосуға мүмкіндік беретін ерекше бағдарлама. Сондықтан, мен өз тренингтеріме қажеттіні оңай есіме түсіремін. Себебі мен қажетті ақпаратты қалай сақтау туралы механизмдерді оқып, дамытқанымның арқасы. Кінәлау. Көптеген адамдар өз сәтсіздіктеріне, өздерінен басқа барлығын кінәлайды. Олар оның себебі сыртқы ортадан, жағдайлардан, жұлдыздардың дұрыс болмауынан іздейді. Тек өзінен емес. Менің тәжірибемде қызық жағдайлар өте көп болған. Мен Тәжікстаннан Ресейдің көптеген қалаларына баруыма тура келетін. Және менің багажымды жолда міндетті түрде тексеретін. Әрине, вагонға кіріп, тек менен ғана тексергенде қынжыласың. Бір күні мені 13-ші рет тексерген болатын. Соңында мен одан жалықтым да милиционерге: "Міне жоғарғы сөредегі чемодан, алда өзің тексере бер" дедім. Алайда, кейіннен мен бұл жағдайды саралай бастағанымда, себеп өзімде екенін түсіндім. Бізге солай қарайтыны ешкімде кінәлі емес. Бүкіл әлемді кінәлаудың қажеті жоқ. Ең алдымен өзіміз кінәліміз. Себеп өзімізде. Бір ережені есте сақтаңыз. Ешқашан ешкімді кінәламаңыз. Мемлекетті де, заңды да, жақындарыңызды да, достарыңызды да, ешкімді. Қасиетті кітапта былай жазылған: ешкімді мінемеңіз. Сонда сізді де ешкім мінемейді. Егер сіз өмірді кінәласаңыз, өмір кінәлайды. Себебі ойлар, эмоциялар, сіздің біреуге деген қатынасыңыз уақыт өте келе қайтып келеді. Өзіңіз үшін ең оңайы басқа біреуді кінәлай салу. Өзінен басқа барлығын кінәлау адамға тән қасиет. Бұл кінәлау біреуге арналып айтылса, жауапты реакцияны күтіңіз. Себебі кез келген зат жауапты болады. Одан да сол адамды түсінуге тырысыңыз. Бұл сіздердің қатынастарыңызға әсер етеді. Ол адамның да сізді түсінуіне ықпал етеді. Ал кез келген достық және бірлесіп қимылдау болашақ жетістіктің кепілі. Сондықтан мықты болып сәтсіздікті өзіңізден іздеуге тырысыңыз. Өз қателіктеріңізді түзеңіз. Өз жақсы жақтарыңызды қолданыңыз. Ескі қателіктеріңізді қайталамаңыз және өз даму деңгейіңізді жоғарылатыңыз. Конфуций былай деген: егер өзіңіздің табалдырығыңыз тазаланбаса, көршінің үйінің төбесінде қар жатыр деп наразылық танытпаңыз. Ақталу. Дұрыс емес жағдайды, өтірікті, сатқындықты, іштарлықты барлығын ақтап алуға болады. Өмірде ақтаулар көп, және адамдар оны көбейте түсуде. Бірақ мынадай ереже бар. Егер сіз өзіңіздің дұрыс емес қылығыңызға ақталсаңыз, онда сіз оны ешқашан түзей алмайсыз. Өзіңіздің кедейшілігіңізге ешқашан ақтау іздемеңіз. Әйтпесе өмір бойы кедей болып қаласыз. Өзіңіздің сәтсіздіктеріңізге ақталу іздемеңіз. Себебі өмір бойы сондай болып қаласыз. Жанұялық ұрыс керіске ақталатын заттар іздемеңіз. Әйтпесе жанұялық бақытты сезінбейсіз. Ақталу жолдарын іздемей, нәтижеге қол жеткізіңіз. Ешқандай ақталу оны ауыстыра алмайды. Адамдар жақсы болу үшін емес, өздеріне жеңіл болу үшін ақталады. Ақталуды тоқтатсаңыз, сіз өзіңіздің жағдайыңыз үшін басқа адамдарға жауапкершілік артуды тоқтатасыз және барлық сәтсіздіктердің себебі өзіңізде екендігін түсінесіз.
Ақталуды тоқтатсаңыз, сіз өз өміріңізді өзгертіп, өзіңізге сенімді боласыз. Сіздің әлсіз тұстарыңыз, міне нағыз сәтсіздіктердің себебі. Өзіңізбен жұмыс істеңіз. Себебі, барлық жеңістер мен жеңілістердің негізі сізсіз. Данышпандар былай деген: барлық жеңістер өзіңізді жеңуден басталады. Сіздің қойын дәптеріңізге өзіңізге деген сенімділік, өз қабілеттеріңізді жүзеге асыруға көмектесетін қасиет. Егер бірдеңе жасағыңыз келсе, күмәнданбаңыз. Сенімді түрде жасаңыз. Себебі өмір күштілер мен сенімділерді жақсы көреді. Сондықтан ешқашан түлкі болмаңыз. Өз мәселеңізді шешу үшін біреуді мақтамаңыз. Ол сізге көмектескен, көмектеспегеніне қарамастан шын жүректен шындықты айтыңыз. Өзіңізді арыстандармен қоршаңыз. Бұл дегеніміз өзіңізді күшті мақсатына берік, табысты адамдармен қоршау. Себебі олар өздерінің табысымен, өздерінің үлгісімен сіздерге жағымды жақтарын береді. Әрбір 72 сағат сайын өз жоспарларыңызды, идеяларыңызды есіңізге алып, ойлағаныңызды жүзеге асыра бастаңыз. Ең құрығанда алғашқы қадамын бассаңыз. Бұл қағида сізбен өмір бойы бірге болуы тиіс. Сонда сіздің армандарыңыз орындала бастайды. Мықты болып сәтсіздікті өзіңізден іздеуге тырысыңыз. Өз қателіктеріңізді түзеңіз. Өз жақсы жақтарыңызды қолданыңыз. Ескі қателіктеріңізді қайталамаңыз және өз даму деңгейіңізді жоғарылатыңыз. Конфуций былай деген: егер өзіңіздің табалдырығыңыз тазаланбаса, көршінің үйінің төбесінде қар жатыр деп наразылық танытпаңыз. Өзіңіздің кедейшілігіңізге ешқашан ақтау іздемеңіз. Әйтпесе өмір бойы кедей болып қаласыз. Өзіңіздің сәтсіздіктеріңізге ақталу іздемеңіз. Себебі өмір бойы сондай болып қаласыз. Жанұялық ұрыс-керіске ақталатын заттар іздемеңіз. Әйтпесе жанұялық бақытты сезінбейсіз. Ақталу жолдарын іздемей, нәтижеге қол жеткізіңіз. Сіздің әлсіз тұстарыңыз, міне нағыз сәтсіздіктердің себебі. Өзіңізбен жұмыс істеңіз. Себебі барлық жеңістер мен жеңілістердің негізі сізсіз. Данышпандар былай деген: барлық жеңістер өзіңізді жеңуден басталады. Төртінші. Дамудың үш саласы. А. Рухани. Б. Дене бітімі бойынша. С. Саналық. А. Рухани даму. Рухани өсу дегенді әрқайсымыз әртүрлі түсінеміз. Бірақ біздің өмірімізді рухани дамусыз ешкім елестете алмайды. Сіз қаласаңыз да, қаламасаңыз да рухани сала материалды сияқты сіздің өміріңіздің бөлігі. Бұл бір тиынның екі бетімен тең заттар. Бір нәрсені білемін. Егер сіз өз күшіңізді, энергияңызды, сезіміңізді рухани әлемге жұмсасаңыз, ол сізге одан да көп көлемде қайтады. Алайда сіз өзіңіз өмір сүріп отырған шынайы өмірді жоққа шығармауыңыз керек. Рухани және материалды жақтар өзара тығыз байланысты, және біздің екі аяғымыз тәрізді бізге тұрақты тіреу болып тұр. Қандай күшті болса да, бір аяқпен ұзақ тұра алмайсыз. Б. Дене бітімі бойынша даму. Дене дамуы бұл сіздің денсаулығыңыз. Жас кезіңізде ылғида Құдайға жалбарынатын уақыт табыңыз. Денсаулық, бақыт, махаббат тілеңіз. Мені соңғы кездері мешіттерге жастардың көп баратындығы қуантып жүр. Рухани өмір үшін уақытты әрдайым табу керек. Тура сол секілді денеңізді жаттықтыру үшін де уақыт бөліңіз. Белгілі бір спорт түрін таңдаңыз. Тіпті бір ғана емес, себебі сіздің дене жағдайыңыз сіздің ойлау қабілетіңіздің жылдамдығына ықпал етеді. Сонымен қатар, өзіндік ерекшелігіңізді де ескеріңіз. Бірақ міндетті түрде ұжымдық ойындармен айналыссаңыз, футбол, волейбол, баскетбол және тағы да басқалары. Егер дене әлсіз болса, ми да солай. Дене солғын, ал ми мықты болуы мүмкін емес. Егер күнделікті тәтті заттар жеп, майлы тағамға әуестенсеңіз және аз қимылдасаңыз, біраз уақыттан кейін сіз артық салмақ қосып аласыз. Және сәйкесінше сіздің денсаулығыңызбен мәселе туындайды. Міне сол кезде сіз жоғары мақсаттарыңыз жайлы ойлана алмай қаласыз. С. Саналық даму. Өз санаңызды жаттықтыру қажет.
Тағы бір рет қайталайын. Ең жақсы салым өзіңізге, өз интеллектіңізге салған салым. Бұл ештеңемен тең келмейді. Сіздің табысқа жететініңізді, жетпейтініңізді шешетін сіздің миыңыз. Ол сіздің еңбек ету құралыңыз болып табылады. Қатысуға мүмкіндігіңіз болған барлық тренингтарға қатысыңыз. Сіздің интеллектуалды деңгейіңізді жоғарылататын кітаптарды көп оқыңыз. Шет тілдерін оқу арқылы өз есте сақтау қабілетіңізді нығайтыңыз. Өз дағдыңызды дамытыңыз. Өз қабілеттеріңізге сай білім алыңыз. Дене шынықтыру мен спортпен айналысуға уақыт бөліңіз. Өз мақсаттарыңызға жетуге тырысыңыз және өмір қуанышына бөлене біліңіз. Сол кезде сіз ешқашан шаршаңқы болмайсыз. Өмірден қалай демалуға болады? Неліктен адамдар жұмыстан кейін үйлеріне келіп, шаршағандарын айтып, демалғылары келеді? Себебі, жұмыс оларды қуантпайды. Мақсаттарын жүзеге асыруға ықпал етпейді. Ұнатпайтын жұмыс ауыр міндетке, еңбек борышына айналады. Өз жұмысыңызды сізге қуаныш алып келетіндей, бақыттың көзі болатындай және энергиямен қамтамасыз ететіндей қылып жасаңыз. Уақытты дұрыс қолдана білу. Өз уақытының тіпті 1 сағатында бос жібермек болған адам, өмір құндылығын түсіну деңгейіне әлі жетпеген адам. Дарвин. Сіз білесіз бе? Адамдарда ертеңгі күніне деген сенімділік жоғалып, іштей қорқыныштың пайда болу себебі неден екендігін. Бұлай қарағанда барлығы жақсы. Бала-шағаларының дені сау, өздерінің табыстары да жаман емес, және өз баспаналары да бар. Бірақ осыларға қарамастан іштей үрей ұялайды. Себебі олар өз уақыттарын басқара алмайды. Үнемі асығып, әрдайым жүйке күйзелісінде болады. Сондықтан уақытты дұрыс басқара білуді үйренген жөн. Көптеген адамдар уақыттың тапшылығын үнемі сезініп жүреді. Егер оларда тәулігіне 48 сағат болса да, олар бәрібір еш нәрсеге де үлгермеседі. Кейде адамдар уақыттың жетпейтіндігіне тұйықталып қалады. Олар кешігіп жүргендей, берілген мерзімге үлгермейтіндей сезінеді. Дегенмен, осыған қатты назар аудармауға тырысыңыз. Уақытты шексіз деп білетін балалық шағыңызды еске алыңыз. Толықтай 3 айлық өміріңізді өз рахатыңызға өткізген жаздық демалысты еске түсіріңіз. Сабақтың 5 минуты бітпес мәңгілік уақыттай көрініп, ал 5 минуттық үзілісте ойнап, жүгіріп, айғайлап мейіріңіз қанғанша ойнап үлгердіңіз. Өз тәніңізге сергектік қуатын беріңіз. Ал ол өз кезегінде сізге қосымша уақытты сыйлайды. Өз уақытыңызды үнемді түрде пайдалана білуді үйреніңіз. Өз уақытын шебер басқара білу және үлестіре білу – бұл табысқа апарар кілт және жоғары мақсаттарға жеткізетін жалғыз жол. Уақыт кері қайтарылмас жалғыз категория. Уақыт жайлы. Әр таң сайын сіздің шотыңызға $86.400 сомасын салып тұратын банк бар деп елестетіңізші. Және ол әр кеш сайын күні бойы сіз қолданбаған қалдықтың барлығын шотыңыздан алып отырады делік. Сіз не істер едіңіз? Әрине, шотыңыздан күнде бір тиынын да қалдырмай алып отырар едіңіз. Біздің әрқайсымызда осындай банк бар. Осы банк әр таң сайын біздің шотымызға 86.400 секунд салып отырады. Әр түн сайын осы банк біздің шотымыздан кез келген жақсы іске жұмсалмаған уақытты ысырапқа жатқызады. Бұл банк қор жинауға және қалдықтарды сақтауға мүмкіндік бермейді. Бізге әр күн сайын жаңа шот ашып, әр түн сайын бір күндік қалдықты жойып отырады. Егер күні бойы депозитті пайдаланбасақ, бұл біздің шығынымыз. Еш нәрсені қайтаруға, өзгертуге болмайды. Қалдықтарды ертеңге қалдыруға да болмайды. Біз тек бүгінгі күн депозитімен өмір сүре аламыз. Оның көп бөлігін денсаулыққа, бақытқа және табысқа жаратқан жөн. Уақыт өтіп жатыр. Сондықтан оны күні бойы барынша пайдалануға тырысыңыз. Уақыт құндылығын шын мәнісінде сезінуге болады. Кез келген студент сессия тапсырғанда, бір оқу жылының қанша тұратындығын айта алады. Кез келген ана өз дүниеге әкелген сәби өмірінің бірінші айы қанша тұратындығын айта алады. Апаттық жағдайды басынан өткізген кез келген адам 1 секунд уақыттың қанша тұратындығын айта алады. Кез келген ғашық адам өзінің сүйіктісімен кездесу алдындағы күткен 1 сағаттың қанша тұратындығын айта алады. Кез келген жеңімпаз оның беделін көтерген 1 секундтың 100-ден 1 бөлігінің қанша тұратындығын айта алады. Уақыт ешкімді күтпейді.
Сондықтан уақытты, оның әр кезеңін, әсіресе қасыңда өте жақын және қымбат адам болған кезді бағалай білу дұрыс болар еді. Уақыт орны толмас жалғыз құндылық. Ешқандай зат осылай оңай берілмейді және осылай қымбат болмайды. Уақыт ешкімді күтпейді. Кешегі күн бұл тарих, ертеңгі күн жұмбақ. Дәл қазіргі шақ деп аталатын бүгінгі күн сыйлық. 6. Парасаттылық. А. Өзіндік өмірлік тәжірибе. Б. Басқа адамдардың өмірі. 1. Кітаптар және оқу. 2. Парасаттылық пен ақымақтық. 3. Байқампаздық. Егер сіз ақылды болсаңыз, өте бай адам боласыз. Бұл үшін ақылдылық жолына алып баратын ережелерді есте сақтау қажет. А. Өзіңіздің өмірлік тәжірибеңізді пайдаланыңыз. Қателіктер оларды 2 рет қайталау үшін қымбатқа түсері анық. Сондықтан қателіктерден сабақ алыңыз. Оларды түзету мүмкіндіктерін ойлап, олардың салдарын жойыңыз. Теріс нәтиже беретін өз кемшіліктеріңізді жою үшін оларды анықтаңыз. Оң нәтижелерге қандай жолмен жеткеніңізді түсіну үшін оларды міндетті түрде зерделеп шығыңыз. Келесі жеңістеріңізге қол жеткізу үшін өз құндылықтарыңызды пайдаланыңыз. Б. Басқа адамдардың өмірі мен тәжірибесін зерттеңіз. Сізге тек өз қателіктеріңізден сабақ алу міндетті емес. Себебі ақылдылар басқалардың қателіктерінен сабақ алады. Бұл пункт бірнеше бөлімдерге бөлінеді. 1. Кітаптар және оқу. Ми үшін кітап оқу дене үшін жасалатын физикалық қозғалыспен тең. Аддисон. Күніне кем дегенде 50 бет, 1 сағат оқыған маңызды болып табылады. Сіздің жақсы мамандығыңыз және жақсы жалақыңыз болғанда, сіз байсалды және сенімдісіз. Кітаптар, газеттер және журналдар оқуға уақыт бөле аласыз. Көптеген пәндерді оқып, түні бойы сабақ оқыған кездері. Жас кезге тән интеллектуалды белсенділік жас өсе келе азая бастайды. Бірақ жеңіл тақырыпты газеттерді ғана оқып қою дұрыс емес. Себебі өз миыңызды қажетті көлемде жаттықтыруды қойып, оқып үйренуге деген қабілетіңіз біртіндеп төмендей береді. Біздің барлық ойларымыз бен идеяларымыз оқыған кітаптарымыздың нәтижесі. Сондықтан кітапты көбірек оқыңыз. Айтарлықтай интеллектуалды күш-жігерді талап ететін әдебиеттерді таңдаңыз. Сізді жақсырақ физикалық пішінде сақтайтын спорттық жаттығулар сияқты кітап оқуда жақсы интеллектуалды пішінді сақтауға көмектеседі. Таңғы ас, түскі ас немесе кешкі асты өткізіп алсаңыз да, өзіңізбен жұмыс істейтін уақытты өткізіп алмаңыз. Көптеген адамдар кафеде отырып, мағынасыз әңгімелер айтып демалады. Оны пайдасыз нәрселерге жаратып, сосын қайта ақша табады. Осылай айналымда жүреді. Өзіңізге қор жинамайынша еш нәрсеге қол жеткізе алмайсыз. Сондықтан тағы да қайталаймын. Таңғы асты, түскі немесе кешкі асты өткізіп алсаңыз да, өзіңізбен жұмыс істейтін уақытты өткізіп алмаңыз. 2. Басқа адамдардың ақылдылығын және ақымақтығын зерделеңіз. Сіз менен басқалардың ақымақтығын неге зерттеуім қажет деп сұрауыңыз мүмкін. Жауап өте қарапайым. Ақылдылық қалай жасау керектігіне кеңес береді. Бұл үшін ұлы адамдардың афоризмдерін оқыңыз. Ал ақымақтық қалай жасамау қажеттігін көрсетеді. Бір күні бір данадан оның қалай мейірімді болғанын сұраған екен. Ол былай жауап беріпті. Мен мейірімсіз адамдардан үйрендім. Олардың істегенін істемеуге тырыстым, деген екен. 3. Байқампаздықты дамытыңыз. Назар аударғыш және байқампаз болыңыз. Өмірде жеңімпаз болғандарға мән беріп, өмірде ұтылғандарды да байқап жүріңіз. Олардан қайсысы бірі өмірде не себепті жеңімпаз болған, ал екіншісі не себепті ұтылғандығын түсінуге тырысыңыз. Олардың қателіктері мен жіберіп алғандарын талдап, оң тәжірибе жинап, қорытынды жасай біліңіз. Өз мақсаттарыңызға жету үшін және армандарыңыздың орындалуы үшін басқа адамдардың тәжірибесін пайдаланыңыз.
Жетінші, өз болашағыңыздың дамуына ақша салу. Табыс ешқашан соңғы болмайды. Уинстон Черчилль. А. Қаржы. Б. Уақыт. С. Күш-жігер. А. Қаржы. Ешқашан өзіңіз үшін ақша аямаңыз. Өзіңізді қаншалықты жоғары бағаласаңыз, соншалықты жоғары нәтижеге жетесіз. Жоғары бағаларға аса назар аудармаңыз. Егер жақсы қымбат костюм көрсеңіз, оған өзіңізді лайықтымын деп есептеңіз. Қымбат және сапалы киімдер сізге сенімділік беріп, позитивті қуат береді. Б. Уақыт. Өзіңіз үшін ешқашан уақытты аямаңыз. Оны әр күн сайын дене шынықтырумен айналысуға, кітаптар оқуға, табиғатта демалуға арнап бөліңіз. Егер сен демалысқа уақыт таппасаң, онда жақын арада емделуге уақыт табуға мәжбүр боласың. Уэйнмейкер. С. Күш-жігер. Күш-жігерсіз еш нәрсеге жете алмайсыз және еш нәрсеге қол жеткізе алмайтыныңызды естен шығармаңыз. Жеңіл жеңістер. Жеңіл жеңістер мен жылдам нәтижелерге үміттену мәнсіз болып табылады. Дарын. Бұл еңбек пен шыдамдылықтың 90% және қабілеттіліктің тек 10% екендігі бұрыннан белгілі. Өз қабілеттеріңізді дамытуға барлығынан да көп күш жұмсаңыз. Лев Толстой айтқандай, өмір. Қазіргі шақтағы сіздің күш-жігеріңіз болашақтағы сіздің жағдайыңызды анықтайды. Сіздің қойын дәптеріңізге. Егер сіз өз күш-жігеріңізді, энергияңызды, сенімдеріңізді, сезімдеріңізді рухани дүниеге жұмсасаңыз, олар өзіңізге еселеп қайтарылады. Сіздің физикалық жағдайыңыз, сіздің интеллектуалды деңгейіңізді және сіздің ойлау қабілетіңіздің жылдамдығын анықтайды. Сіздің ақылыңыз, табысқа жететініңізді, немесе жетпейтіндігіңізді шешетін еңбектің басты қаруы. Уақытты дұрыс пайдалана білуді үйреніңіз. Өз уақытыңызды шебер басқара білу және пайдалана білу табысқа жеткізер кілт және жоғары мақсаттарға қол жеткізуге апаратын жол. Уақыт қайтарылмас, жалғыз құнды категория. Өзіңіздің өмірлік тәжірибеңізді пайдаланыңыз. Қателіктер олардың 2 рет қайталану үшін қымбатқа түсері анық. Сондықтан қателіктерден сабақ алыңыз. Оларды түзету мүмкіндіктерін ойлап, олардың салдарын жойыңыз. Теріс нәтиже беретін өз кемшіліктеріңізді жою үшін оларды анықтаңыз. Басқа адамдардың өмірі мен тәжірибесін зерттеңіз. Сізге тек өз қателіктеріңізден сабақ алу міндетті емес. Себебі ақылдылар басқалардың қателіктерінен де сабақ алады. Біздің барлық ойларымыз бен идеяларымыз оқыған кітаптарымыздың нәтижесі. Басқа адамдардың ақылдылығын және ақымақтығын зерделеңіз. Ақылдылық қалай жасау керектігіне кеңес береді. Ал ақымақтық қалай жасамау қажеттігін көрсетеді. Назар аударғыш және байқампаз болыңыз. Өмірде жеңімпаз болғандарға мән беріп, өмірде ұтылғандарды да байқап жүріңіз. Ешқашан өзіңіз үшін ақша мен уақытты аямаңыз. Өзіңізді қаншалықты жоғары бағаласаңыз, соншалықты жоғары нәтижеге жетесіз. Күш-жігерсіз еш нәрсеге жете алмайсыз және еш нәрсеге қол жеткізе алмайтыныңызды естен шығармаңыз. Жеңіл жеңістер мен жылдам нәтижелерге үміттену мәнсіз болып табылады. Қазіргі шақтағы сіздің күш-жігеріңіз болашақтағы сіздің жағдайыңызды анықтайды. 8. Сіздің арманыңызға жеткен адамдардың тізімі. Өз өміріңіздің басым бөлігін бірге өткізіп, көп сөйлесетін адамдар тізімін 10 адамды жазыңыз. Енді 5-7 жылдан кейін солар сияқты болатыныңыз жайлы ойлаңыз. Сіздің қоршаған ортаңыз сізге ықпалын тигізіп, сіздің болашағыңызды қалыптастырады. Ал енді, өзінің қаржылық жағдайы және мансабы бойынша сіз армандаған деңгейдегі адамдар тізімін жазыңыз. 10 адам. Табысты адамдармен араласа отырып, олардан сабақ алып, олардың тәжірибесін қабылдайсыз және алға қарай жылжуға кедергі келтіретін өз кемшіліктеріңізден арылып, өз мақсаттарыңызға жетелейтін артықшылықтарға ие болып, біртіндеп солар сияқты табысты бола бастайсыз. Егер әрине оны өзіңіз шын қаласаңыз.
9. Қорқыныш. А. Кедейшілік. Б. Кәрілік. С. Ауру. Д. Махаббаттан айырылу. Е. Сын. Ф. Өлім. G. Белгісіздік. Қорқыныштар бізді еркімізден және өз мақсаттарымызға деген сенімділіктен айырады. Мақсаттарымызға жетуге кедергі келтіреді. Көбінесе қорқыныш бізді өз армандарымыздан бас тартып, барға қанағат етуге мәжбүрлейді. Кедейлік қорқынышы бізді ұнамсыз жұмыспен, ұнамсыз іспен айналысуға, сонымен қатар қызықсыз адамдармен араласуға, өз өмірімізде бір нәрсені өзгертуге қорқуымызға алып келеді. Уақыт өте келе кәріліктің, ауру сырқаттардың келуінен қорқа бастаймыз. Бірақ қорқыныштың өзі ауруға ұқсайды және аурушаң жағдайларға итермелейді. Шарасыздықтан қорқу қажет пе? Әр жастың өз ғажап кезеңі мен артықшылықтары бар. Қорқыныш бізге оң нәтижелерін бермейді. Ол тек біздің жоспарларымызды іске асыруға қажетті күш пен қуаттан айырады. Сыннан ешқашан қорықпаңыз. Себебі ол қателіктеріңізді түзетіп, кемшіліктеріңізден арылуға көмектеседі. Жағымпаздықтан аулақ болыңыз. Ол ең алдымен өзіңіз жайлы ойды бұрмалап, қажетсіз өзін-өзі дәріптеу әдетін тудырады. Қорқыныш бұл дене мүшесі емес. Санада жалтақтаушылық күшейгенде, қорқыныш пайда болып, күмәндану ықпалдарын туғыза бастайды. Осы жалтақтаушылық пен күмәндану екеуі бірге қорқынышты қалыптастырады және күш-жігердің берекесін қашырады. Адам бір нәрсе жасағысы келеді, бірақ ол қолынан келмейді. Оның қалауы іс-әрекеттерімен және нәтижелерімен тіпті сәйкес келмейді. Қорқыныштан арылу үшін табандылығыңызды дамыта түсіңіз. Мәселелерден айналып өтпеңіз. Оның ең жеңіл жолын іздемеңіз. Керісінше оның шешу жолына баса назар аударыңыз. Кішкентай кірпіштерді бір-біріне сүйеп қалап, солармен қадамдап, біртіндеп жоғары көтерілгендей, шешілмейтін болып көрінетін мәселелерден де көтерілесіз. Күндердің бір күнінде сол мәселеден жоғары тұрғаныңызды байқайсыз. Өлім қорқынышы барлық адамдарда бар. Одан ешкім қашып құтыла алмайды. Біздің атымызды ешкім күн сайын айтпайтын, бізді ешкім күтпейтін уақыттың туары сөзсіз. Бірақ бір нәрсе қалады. Біздің жақсылығымыз. Біздің қолымызбен жасалған жақсылық ешқашан өлмейді. Өлімді жеңудің жақсы әдісі бар. Өзіңізде бардың барлығымен бөлісіңіз. Махаббатыңызбен, уақытыңызбен, өз мүмкіндіктеріңізбен, ақшаңызбен, сабақтарыңызбен, өзіңізде бардың барлығымен бөлісіңіз. Сонда өлімнің сізден алары қалмай қалады. Адамдар өлімнен тек өмір сүріп үлгермеймін деп қорқады. Өмір керемет. Егер біз өмір сүруді үйренсек, өлімнен қорқудың қажеті болмайды. Белгісіздіктен қорқпаңыз, себебі ол сіздің алға қарай жылжуыңызға кедергі келтіреді. Және сіздің ойыңыз бен сезімдеріңіз сіздің болашағыңызды анықтайтыны есіңізде болсын. Көбінесе ол солай болады. Біз жоғалтудан қорқсақ, жоғалтамыз. Ауырып қалудан қорқсақ, ауырамыз. Мәселелерден қорқсақ, олар қаптап кетеді. Өз қорқыныштарыңызға қадалып қалмаңыз. Олар сізді артқа сүйреп, үміттеріңізден айырады. Өзіңізді оң энергиямен қуаттандырып, деніңіз сау болған қаласаңыз, денсаулығыңыз жайлы ойлаңыз. Бай болғыңыз келсе, байлық жайлы ойлаңыз. Сізді жақсы көргенін қаласаңыз, жақсы көре біліңіз. Қаламаған нәрсеңізге қадалып қалмаңыз. Өз қалауыңыз бен армандарыңызға бағытталыңыз. Бұл олардың іске асырылуына қажетті жағдайларды жасайды. 10. 4 бірегей кітап. А. Жетістіктер туралы кітап. Б. Даналық туралы кітап. С. Жеңістер туралы кітап. Д. Идеялар туралы кітап. Осы 4 бірегей кітап сіз үшін қажет болып табылады. Осы кітаптар сіздің өмірлік жетістіктеріңіз туралы, сіздің үлкен және кіші жеңістеріңіз туралы, өмірде жол көрсететін даналық кеңестер туралы, іске асырылуды талап ететін жақсы идеялар туралы жазылады. 4 дәптер немесе блокнот алып, олардың әрқайсысына атауын жазыңыз. Жетістіктер туралы кітап, даналық туралы кітап, жеңістер туралы кітап, идеялар туралы кітап. Аталған кітаптардың тақырыптарына сәйкес келетін барлық ойларыңыз бен әрекеттеріңізді жаза бастаңыз. Ең дұрысы оны әр өткен күнге талдау жасай отырып, өзіндік қорытынды жасай отырып, күнделікті жазып отырған дұрыс.
Бұл өз істеріңізді келесі күнге жоспарлауға және оң нәтижелі жолды көрсетуге мүмкіндік береді. Және оң нәтижелеріңізді жазуыңыз қажет. Сонымен бірге, табысқа қандай жолмен жеткеніңізге баса назар аудара отырып, барлығын толық және тыңғылықты етіп баяндауға тырысыңыз. Табысқа жеткен кезде сезінген қуаныштар мен сезімдеріңізді де сипаттауыңызға болады. Өмірде қиындықтар туындағанда, табыстар мен жетістіктеріңіз туралы осы жазбаларыңызды оқып шығып, әсер аласыз және ары қарай жүресіз. Даналық туралы кітапта өте маңызды. Оған өмірде басшылыққа алатын даналардың айтқан афоризмдерін және қанатты сөздерін, танымал адамдардың нақыл сөздерін жазуыңыз қажет. Олар кедергілерді жеңіп, жеңіске деген шабыт береді. Осы кітапты оқып шыққан сайын, көптеген қателіктерден аулақ болып, қиын мәселелерді шешуде ақылдылық танытуды үйретеді. Жеңістер кітабы. Сіздің жеңістеріңіз туралы кітап. Кедергілерді жеңу, қиын мәселелерді шешу, қойылған мақсаттарға жету, кедергі келтіретін кемшіліктерден арылу. Осының барлығы сіздің жеңістеріңіз және ең басты жеңіс. Бұл өзіңізді өзіңіз жеңу. Өз әлсіздіктеріңізді жеңу. Ол сізге ең көкейтесті армандарыңызды іске асыруға көмектеседі. Идеялар кітабына іске асыруға лайықты деп санайтын барлық идеяларыңызды жазыңыз. Жақсы идеялар кенеттен пайда болады. Егер оларды жазып алмаса, олар тез ұмытылып кетеді. Көптеген адамдар кенеттен пайда болған идеяларды жазып алмаған үшін табысты болу мүмкіндігін жіберіп алды. Оны тек басқа адамдар іске асырғанда ғана есіне түсірді. Сондықтан, идеяларды дәптеріңізге жазып алуды ұмытпаңыз. Тіпті басқа іспен айналысып бос болмасаңыз да, тіпті идея түнде келсе де жазып алуға ерінбеңіз. Бір жақсы идеяның өзі сізді бай адам етуі мүмкін. 11. Жетістікке жету үшін қажет мінез ерекшеліктері. 1. Мақсатқа бағыттаушылық. 2. Өзіне деген сенімділік. 3. Ақшаны кейінге қалдыру әдеті. 4. Жетекші жігерлігі және сапасы. 5. Елестету. 6. Ынталылық. 7. Өзін өзі бақылау. 8. Сізге төлеген мөлшерден де артық жұмыс істеу әдеті. 9. Қызықты тұлға. 10. Ойдың дәлелдігі. 11. Назар салу қабілеті. 12. Байланысқа бейімділік. 13. Сәтсіздіктен пайда түсіру. 14. Шыдамдылық. 15. Алтын ережені қолдану. Өмір ыдысы. Бірде-бір дана өзінің шәкірттерінің алдында үлкен шыны ыдысты алып, оны ірі тастармен ернеуіне дейін толтырыпты. Осыны жасап біткеннен кейін, ол шәкірттерінен ыдыс толды ма деп сұрапты. Барлығы иә деп толық жауап беріпті. Сол кезде дана майда тастар қорапшасын алып, ыдысқа шашып, оны сәл сілкіпті. Майда тастар ірі тастардың арасына жайылып, ыдысты толтырыпты. Осыдан кейін дана шәкірттерінен ыдыстың толған толмағандығын сұрапты. Олар тағы да ыдыстың толғанын растапты. Ақырында дана құм салынған қорапшаны үстелден алып, жаңағы ыдысқа себеді. Әрине, себілген құм тастардың арасындағы ашық аралықтарды толтырады. Енді дана шәкірттеріне қарап, былай депті. Осы ыдыстан өз өмірлеріңді көргендеріңді қалаймын. Ірі тастар өмірдегі ең маңызды заттарды бейнелейді. Сіздердің жолдарыңыз, сенімдеріңіз, отбасыларыңыз, сүйікті адамыңыз, денсаулығыңыз, балаларыңыз. Олар басқаларға қарамастан сіздің өміріңізді әрқашан толықтырады. Майда тастар. Майда тастар онша маңызды емес заттарды толықтырады. Мысалы, жұмыс, үй немесе қызығушылықтарды білдіреді. Құм. Өмірлік ұсақ түйектер. Күнделікті әбігершілік. Егер басында ыдыстарыңызды құммен толтырып тастасаңыз, ірі тастарға орын қалмай қалады. Өмірде де дәл солай. Егер сіздер бүкіл күш қуатыңызды ұсақ түйектерге жіберсеңіз, ірі және маңызды заттарға орын қалмайды. Сондықтан да ең алдымен маңызды заттарға назар аударыңыз. Бала шағаларыңа және сүйгендеріңізге уақыт тауып, денсаулығыңызды күтіңіз. Сізде жұмысыңызға, үйіңізге, тойлауға және барлық қалған заттарға жеткілікті уақыт қалады. Ірі тастарыңызға қараңыз. Тек солар құнды.
ал қалғандары жай құмдар. Егер аудиокітап ұнаса, лүпіл басып, арнаға жазылып, пікір қалдыра кетіңіздер. Қазақша контентті бірге дамытайық. Келесі кітап қандай болған қалайсыздар? Пікір қалдыра кетіңіздер.